Мен оны кешіре алмаймын. Ол маған қанша жағымпазданса да, маған қанша жақсылық жасаса да, оған деген менің мына жүрегім бір сәт болса да жылымайды деп біреуге өкпесі қара қазандай болатын адамдар бұл видео сіздерге арналады. Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Есімім Фариза, психология мамандығын енді бітірген жас маманмын. Ешкімге ренжімей өмір сүрудің ең оңай 5 тәсілімен сіздермен бөліскім келіп тұр. Видеодағы ақпараттар сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Жақсылап жайғасып алайық. Ең алдымен біздің қоғамда деп айтайын, жалпы қоғамда емес, біздің қазақтың менталитетінде деп айтқым келеді. Мындай нәрсе бар, біз біреуге ренжиміз, ренішімізді бір сол ренжіген адамымызға барып айтпаймыз да, наоборот сол адамды бір басқа біреуге барып жамандап тастаймыз. Ол жалпы айтқанда өсек болып кетеді, иә. Оны басқа адамға барып өсектеп, өзіңіздің уақытыңызды кетіріп, ол адамға деген сіздегі бір ішкі энергия, оны жамандағаныңызда одан бетер ол ұлғайып кетеді. Ең бастысы қыздар, ханымдар, ешкімге ренжімей, мына жүректі таза ұстап, уайым қайғысыз жүректеріңізді таза ұстап, тек өздеріңіз үшін өмір сүруді бірінші орында үйрену керек. Сіз тек қана біреуге ренжіп, өзіңіздің жүрегіңізді қаралағаннан басқа, өзіңіздің денсаулығыңызды құртқаннан басқа сізге ешқандай оның пайдасы жоқ. Біліңіз, медицина мен психология екеуі қатты тығыз байланысты. Сіз біреуге ренжіген кезде, сіздің тек қана психологиялық жағдайыңыз ғана емес, сіздің ішкі организміңіз де құртыла бастайды. Білесіз бе? Мысал үшін, адам біреуге ренжіген кезде оның бауыры ауырады, депрессияға, стресске түскен ол жүрекке нагрузка, осылай бір қатар біздің организмімізде мыңдаған бір проблемалар пайда болады. Оның барлығы жалпы алғанда айналып келіп өзіңізге зиян болады. Ренжімей өмір сүрудің ең бірінші тәсілі өзіңізге көңіл бөліңіз. Үйде отырған қыз-келіншектер, ханымдар, мен сіздердің жағдайларыңызды жақсы түсінемін. Декреттік демалыста болса, өзімнің басымнан да ондай жағдайлар өткен. Көбінде әйел адам үйдің шаруасымен өзін ұмытып кетеді. Бүкіл депрессия, стресс, уайым, қайғы, адамның психологиялық, эмоциялық күйінің бәрі осы кезде пайда болады. Стресс, депрессия, уайым, қайғы, оның барлығы адамда қашан көп уақыты болып бекерші болған кезде осы нәрселер сізде шығып келеді. Өйткені адамда уақыт көп, айналысатын заты жоқ, күнделікті үйдің тіршілігі бір нәрсе қайталана береді, содан сізде уже депрессия пайда болып кетеді. Ең актуалды тақырыптардың бірі самооценканың түсіп кетуі осы кезден пайда болады. Егер де сіз өзіңізге көңіл бөліп, жақсы көретін жұмысыңызбен айналыссаңыз, жақсы көретін бір кітаптарыңызды оқыңыз, мейлі серуендеп келіңіз. Жалпы айтқанда, сіздің уақытыңыз көп болатын болса, сізде жаймен самооценка көтеріле бастайды. Самооценка деген не өзі? Самооценка өз-өзіңізді бағалау. Сіз өз-өзіңізді бағаламасаңыз, сізді біреу бағаламайды. Мысалы, оны жай қарапайым тілде сізге түсіндіріп беретін болсақ, мысалы үшін мына ручка. Бұл ручка базарда, мысалы үшін 100 теңге, бұны базарға апаратта 100 теңге деп бағасын айтып қойып қояды. Сіз келесіз, оны 100 теңгеге сатып аласыз. Болды. Осы 100 теңгеге аласыз. Сізде өзіңіздің бағаңызды қойып білсеңіз, біреу сізді түсіріп, немесе таптап өтіп кетпейді. Ең алдымен сіз бірінші өз-өзіңізді бағалап, өзіңіздің бағаңызды қойып қоюыңыз керек. Екінші мәселе, сіз біреуге ұнауға міндетті емессіз, және біреу сізге ұнауға міндетті емес. Біреуге немесе біреуге жағымпазданып өмір сүруге міндетті емес. Осы мәселе біздің қоғамда қатты талқыланады. Неге? Осы мәселеде біздің өзіміздің миымызда бір тізім бар. Біз қандай тізім қойып аламыз? Әркім әртүрлі, Біз қашан осы тізімді өзгертсек, біз біреуге ұнауға міндетті емеспіз, біреу бізге ұнауға міндетті емес сөзінің мағынасын түсінетін боламыз. Ол қалай? Мысалы үшін күйеу. Сіздің балаңыз болсын, ата-енеңіз, қайын-әпкеңіз, қайын-сіңліңіз, қайныңыз, ағаңыз, мамаңыз, папаңыз, күйеуіңіз, құрдастарыңыз, коллективіңіз, қанша араласатын адамдарыңыз бар. Соның бәрі біздің миымызда, санамызда тұрады. Список бойынша әр адамды біз өзіміз сатыға бөліп оларды бағалап қойғанбыз. Мысалы, күйеу қандай болу керек? Ол ақша табу керек, үйге ақшасын алып келу керек, балаларға көмектесу керек, үйдің тіршіліктеріне, әйел адам өзі жалғыз істемеу керек деп. В общем, біз жалпы күйеуіміздің жақсы плюс деп айтайын, плюс жақтарын бәрін тізіп қоямыз. Реальность ожидание деген нәрсе бар ғой. Бірақ шынайы өмірде келіп қалғанда ол ожиданияға түсіп қалады. Сол сияқты біздің тізімдеріміз өте көп. Біз ол тізімдерді өшіріп тастауымыз керек. Полный бәрін тазалап тастау керек. Неге? Осындай біздің өзіміздің құрап алған тізімдерімізден адамдарға деген реніш шығады. Мысалы үшін келін қандай болу керек? Келін туралы бүкіл тізімді қазақтар деген тізіп алады. Келін сол тізімге сай болу керек, бірақ ол оған дұрыс келмей қалады да, ожидание болып қалады оғандағы жерде и одан реніштер пайда бола бастайды. Содан басталады бәрі негізі. Біздің мына миымызда құрастырып алған списокті өшіріп тастауымыз керек.
ешкімге біз еш нәрсені дәлелдемейміз. Үшінші мәселе болашақтан қарау. Біз көбінде осы сәтпен ғана өмір сүреміз. Мысалы үшін адамда бір эмоция, ашу деп айтайын, бір ғана мысалмен ашу эмоциясы пайда болғанда біз ішіміздегі барлығын сыртқа шығарып тастаймыз ғой, эмоциямызбен ше. Ашу келген кезде адам болашақты ойламай қалады. Қазір дәл осы кезде бүкіл эмоциясын шығарып тастайды, сосын ойланып отырады. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді. Ашуыңыз шықты ма, өзіңізді сабырға келтіріңіз, өзіңізді басыңыз, және де ойланып сөзіңізді сөйлеңіз. Ойлаңыз, қазір ренжіп отырсыз ғой, біреуге іштей, бір адамға үйдер ренжіп отырсыз. Сол адаммен мүлдем араласпай кетіңіз, бет көріспестей болып кетіңіз, мейлі. Арадан қанша жыл өтсін, мейлі 5 жыл өтсін, мейлі 6 жыл өтсін, ондай нәрселер, ситуациялар өмірде болып жатыр. Сол ұзақ уақыт өткеннен кейін ол реніш ұмытылады, кетеді бәрі. Кейін адам ойлайды ғой, мен сол адамға не үшін ренжідім? Бір болмайтын жағдай үшін мен сол адаммен араласпай кеттім ба деп. Төртінші мәселе, ешқандай сөзді жүрекке жақын қабылдамау. Адам болғаннан кейін қателеседі, бәріміз де пендеміз. Тіл деген бәле бар. Әркім біреуге жаман сөз айтып қоясыз, біреуді ренжітіп қоясыз. Қатты сөйлеген кезде сол адамның орнына өзіңізді қойып көріңіз. Біріншіден, сізге біреу мысал үшін солай келіп айтса, сізге жақсы ма? Әрине жаман. Ең бастысы тілге абайлау керек. Басқа бәле тілден деп айтады. Бесінші мәселе кешіру. Қамшының сабындай қып-қысқа ғұмырда біреуге ренжіп өмір сүрудің қажеті жоқ. Жүре бересің, өмірің деген өтіп баратыр. Бәрін жібер. Сен қашан біреуді кешіргеніңде, басқалар да сені кешіреді. Мысалы үшін сіздің өкпеңіз біреуге қара қазандай, біреуді жек көресіз. Сол адамды көргенде қаныңыз қайнап, басыңызға шығып, ана адамның түрін көрсең уже нервтарыңыз шығып кете ма? Болды, жібер. Өмірге басқа көзқарасыңызбен қараңыз. Бірінші кешірім сұраңыз, содан кейін сіздің жүрегіңізді тазартырыңыз, адамдарға деген жек көрінішті ұмытыңыз, өз-өзіңізбен жұмыс жасаңыз, біреуді жек көріп, онымен алысып, онымен арпалысып, оны өсектеп, ол сізді өсектеп, сіздің артыңыздан жаман сөздер еріп келіп, сіз оны біреуден естіп, мына нерв құртылып, адамның эмоциялық күйінің бәрі бұзылып, осы нәрселерден шығып келеді. Адам ең бірінші өз-өзімен жұмыс жасау керек. Өзгелердің өзгеруін қаласаңыз, сіз өзіңіз бірінші өзгеріңіз. Мен үшін бұл өмірде материалдық жағдай бірінші орында емес. Деніміз сау, аяқ қолымыз бүтін, 12 мүшеміз сау, жұмыс істеп тұрма, болды. Аллаға шүкіршілік етейік. Жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын. Қаншама соғыс болып жатқан мемлекеттер бар. Өмір тоқтап қалған жоқ. Ең алдымен біздің адами қасиетіміз. Менің айтпағым, өмірдің мәнін түсініп, уақыттың қадірін біліп, бәр нәрсенің қадіріне жетіп өмір сүру керек. Ең бірінші бізде шүкіршілік болу керек.